дәмі тіл үйірер үй жағдайында булочка жасаймыз. Өз қолдарыңызбен жасап үйреніңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: дәмді булочка дайындау үшін бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне қант саламыз. Қантымызды салдық, екеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді үстімізіне жылы сүт құямыз. Сүтімізді араластырып болдық. Енді сұйық май құямыз. Сұйық майымызды араластырып болдық. Енді ұн салып, кішкене дрожь саламыз. Енді жұмсақ қылып қамыр илейміз. Жұмсақ қылып қамыр илеп алдым. Енді бұны көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Осындай кішкене суға қылып жайып, осындай табаға салып, үстіне сары май, шекер және ұнды араластырып осылай септім. Енді бұны 200 градусқа 15-20 минут пісіріп аламыз. Тәтсер қауым. Міне мен пісіріп болды. Біздің булочкаларымыз пісті. Осындай көтеріліп, әдемі көтеріп шықты. Жоқ жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий күтемін. Ас болсын.